Үлгермей қалған күтім. Айдана алғаш рет босанғанда небәрі 23 жаста еді. Қолына алғаш рет қызын алған сәтін ол ешқашан ұмытпайды. Мына кішкентай жан менің өміріме жаңа мағына сыйлады деп ойлап көзінен жас шыққан. Бірақ ол әлі алда қандай қиындықтар тұрғанын білмейтін. Босанғаннан кейін 3 күн өтпей жатып Айдананы үйге шығарды. Жас ана шаршаған, әлсіз, жүрісі баяу, денесі әлі қалыпқа келмеген. Бірақ ауылдағы салт бойынша ол келген күні үй іші қонаққа толы болды. Босанған келінді құттықтау керек, шай ішейік деп көрші-қолаң туыстар ағылып келді. Айдана дастарханға нан турап жібер, шайың суып бара жатыр, құйсаңшы, қонақ күтіп жатырмыз ғой, деген әңгімелер толастамай жатыр. Айдана күлімсіреген болып бәріне үлгеруге тырысады. Бірақ босанғаннан кейінгі денесі сыр бере бастаған. Басы айналады, қолдары қалтырайды, кейде жүрегі шаншиды. Бірақ ол ештеңе айта алмайтын. Келінсің ғой, шыдау керек деп қоятын енесі. Мен де 5 баланы босанып, ертеңіне қонақ күткемін дейді мақтанышпен. Күйеуі де ештеңе демейді. Қолынан телефон үзілмейді. Айдананың шаршағанын байқамайды, не байқаса да мән бермейді. Келесі апталарда Айдана үшін нағыз сынақ басталды. Түнде баласын баққан, күндіз қонақ күткен, үй жинаған, ас дайындаған, ал өзіне күтім жасауға 1 минутта таппаған. Бір күні ол шай қойып тұрған кезде тізесі дір етіп орнына отырып қалды, көзі қарауытып кетті. Қызым, саған не болды деді енесі. Ештеңе басым айналып кетті деді Айдана күлімдеуге тырысып. Шын мәнінде оның ағзасы әлде қашан әлсіреп, темір жетіспеушілік, қабыну, гормоналды өзгерістер басталып кеткен еді. Бірақ ешкім оған демалыс бермеді. 1 жыл өткеннен соң Айдананың денсаулығы қатты нашарлады. Қолы мен аяғы жансызданып қалды. Белі қатты ауырады. Гормондары бұзылып, салмақ өзгеріп тұрады. Иммунитеті әлсіреп, жиі ауыра берді. Психикалық жағдай күйзеліске жақындап қалған. Ол дәрігерге барған кезде дәрігер ұзақ қарап тұрып, сен босанғаннан кейін өзіне күтім жасамағансың. Мыналардың бәрі сол кезеңдегі шамадан тыс ауыртпалықтың салдары деді. Айдана үнсіз қалды, себебі ол бәрін түсінді. Тек біреу, келін, сен де адамсың, денеңді күт, демал, босанғаннан кейін саған күтім керек дегенде бәлкім бәрі басқаша болар еді. Бір күні Айдана дәрі ішіп отырып, апа, мен шаршадым, менің денсаулығым нашарлап кетті. Сол күндері ешкім мені тыңдамады деп жылап жіберді. Енесі қатты үнсіз қалды. Өзінің кезінде Айдананың ауырсынғанын байқамағанына өкінді. Қызым, мен шын түсінбеппін. Сен шынымен қиналған екенсің ғой. Сол күннен бастап енесі оның қасына отырып, баласын бірге қарай бастады. Күйеуі де жауапкершілігін түсініп, Айданаға уақыт бөле бастады. Бірақ Айдана әлі де сол алдыңғы ауыртпалықтың салдарын емдеп жүр. Босанған әйел ең әлсіз, ең қорғансыз кезде шынайы қолдау қажет ететін жан. Ол үй жинауға міндетті емес, қонақ күтуге де міндетті емес. Ол шай құюға да, ас дайындауға да міндетті емес. Оның жалғыз міндеті өзіне күтім жасап, нәрестесін емізу және демалу. Осымен видеомыз аяқталды. Видео сіздерге ұнаған болса, және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сонымен қатар каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар.